Қалайсыздар ең ұмшалар мен подписчиктар сіңім әрқаша матчы және де қасында Жако. Достар, Жако енді қасында емес. Достар, біз бүгін өмірімізді 10-шы бөлімде не сетте ойласаңыздар. Алдыңғы видеоларын айтқанай, достар, біз ана кухняның постройкасымен жалғастыра беретін боламыз. Достар, мен қасында мені бана айтқанай Жако. Достар, Жако осы кухняның несімен айналыса беретін болады, яғни постройкасымен оны жазып. Достар, енді сіз ойлатқан болса, неге Жако сөйлемейді? Достар, біз өкінішке білемін, екеуміз андай бірімізбен сөйлесіп не істей алмай қалдық, сөйлесе алмай қалдық. Достар, сол себептен кешірім өтінемін, яғни біріміз естімейміз. Сол себептен қазір кішкене бірнеше уақыт ана чатқа жазып отқаны кішкене бірнеше ұзақтау уақыт алып кетуі мүмкін. Налет заттар әзірлейік дейді. Қазір заттар әзірлейміз. Достар, онда қазір заттар әзірлеп болғанға дейін достар видео паузада тұратын болады. Сосын біздер достаточно андай өзіміз керекті ресурс жинап болған соң сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Міне достар, біз өзімізге керекті ресурстарымыздың бәрін керекті жинап алдық. Достар, енді маған бірнеше заттар жетпей қалып тұр. Өкінішке орай, достар, мына не десеңдер, достар, сіздерге толықтай көресіздер, не істерін. Және достар, сіз ойласаң, Жүсіп қайда сөз, достар, Жүсіп аяқта жүр, яғни өзінің ісімен айналысып жатыр. Яғни достар, кухняда айналысып жатыр. Достар, енді сіздерге көмектеспе. Кешірім өтем, телефон түсіп кетіп жатыр, үйіме. Кешірім өтем, андай дем. Қалады, Жүсіп өз кухнясының істерін айналысып жатыр, яғни істеп болып жатыр. Енді мен дейтін өзім андай менде болсам үшілмеғ, яғни менде көмектесіне ойладым. Бірақ достар, мен кухняға ешқандай қатысым болмайды. Достар, мен туалет или әжетханамен айналысатын боламын. Менде бір түрлі ыңғайсыз естілсе кешірім өтінемін егер сіздерге. Және достар, қазір ол үшін бізге не керек? Өзімізге бана айтқандай керекті тек бірнеше заттарымыз қалды. Осы біздің неміз керек, мындай люк керек. Және де сосын бізге не керек? Воронка керек. Достар, біз алдыңғы серияда білетін боларсыздар. Яғни есігімізде шахта барғанда бізге өте көп, яғни бірнеше желез аламыз. Достар, соның арқасында бізге бұл заттардың бәрі оңай не істеп жатыр десе, табылып жатыр. Бізге болды достар, бізге мына воронкамыз бар. Мен заттар істемедім. Қасқа. Машкам бер. Онда жақсы, онда бізде мыналар бар екен, өте жақсы. Яғни мындай пшеницаны өз орындарына қойып тастаймыз да. Және мынақта болды өзімізге керекті секілді. Басқа мынандай грибоктар керек емес, мына грибок дейме, қалай мынау гриб дейме, қалай мынау гүл, мынау әзірше керек емес. Мыналар болды достар, яғни аттарды бұл ресурс дейтін жалпы тек атты әдемілеу үшін алған, андай аттың порталының несін сыртын қалай. Жалпы Майнкрафттың андай термин дейді, или сөздер бойынша андай незер дейме, білемін достар, қателеспесем білемін достар, мен Майнкрафтта андай көп айтарлықтай шаша бермеймін. Сол сияқты жақсы оны достар, не етіп кеттім, лақтып кеттім достар, білетін болар, сонда лақтып тұрған менде болады. Кешірім өтінемін. Қазір мен өзімізге воронкамыз істейміз, достар, бана айтқанымызды воронканы істейміз, және де мындай люк істейміз, және де достар бізге мынау өте қажет болатын өрі-зат, мынау кварцтан істелген баспалдақ дейме, сондай бірдеңе бізге өте қажет болады. Және достар, бізге ведро керек, яғни біздің шелегіміз керек. Бұл шелекті менде болған сияқты еді ғой. Қазір достар, бұл шелек менде болған сияқты или болған жоқ па? Мұндық қалып тұрмын, жалпы болмаған секілді. Жақсы, ештеңе емес, бізде өзімізге бірнеше керекті өзіміздің неміз бар, яғни железаларымыз бар. Сол железалардың арқасында бізге өзімізге керек заттармен қамтамасыз ете аламыз. Уже түн болып кетті. Қазір мынаққа бар, біз суымызды алып келеміз. Достар, бір жаңа FPS түсіп жатса кешірім өтеміз, кішкене қатып жатса, бірақ қатпау керек. Неге десеңдер, достар, просто мына жаңбыр жауса кішкене FPS-ті жейді, сол себептен целі 10 FPS-ті жеп тұр. Көп достар, просто 10 FPS-ті өзі. Жақсы, достар, анаяққа кухняға қарамай қойыңыз, достар, Жүсіп бана өте керемет етіп істеп жатқан, достар, өте керемет бана көрген. Достар, қазір оған бірнеше құттелар қалған секілді көруім бойынша. Және де мен өзімнің ісіме енді айналысайын деп отырмын. Не деген позор, достар, мен тамағын жеуін, сосын бар айналысатын боламыз. Достар, мынау не десеңдер, бана айтқандай, бұл қалай айтсам екен, білем, достар, айтсам бір түрлі, айттым екен, туалет. Солай, мынау андай люгі болады, бетіне жауып қоятын, бірақ мындай сеткаде арналған бір түрлі, білем, достар, ыңғайсыздау. Қазір маған мынаққа верстак керек бұл. Верстак уже бар екен да. Не өкітті. Мынаққа верстак қойылды, және де мен не істейін деп жатыр едім. Рычаг, или кнопкамен істеуіме де болады.
қазір жақсы рычаг мен сүйеріне ештеңе етпейтін болар. Мына қасынан типа мына рычаг, мынау типа отыратын, білетін боларсыздар, не істейтінін айтпай ақ қояйын. Ойшам достар, енді қазір біз өзіміздің неміспен айналысатын боламыз. Яғни мынаны қалай айтады, типа қалай айтады мынаны. Әушем ванный дей ма, қалай? Ойшам ванный ішіне барлығына болатын болар, типа мындай не? Білем, мына қалай айтылатынын білмеймін достар. Мынау былай, мына типа үстіп тұрады. Білетін боларсыздар, типа мына ішіне бүйтіп жатып отыр. Мына джакузи емес достар, джакузи емес, или джакузи ма? Білмейді, джакузи емес болу керек. Сосын нерге достар мына бұрышына қарай мен сосын не істейін ба деп ойладым. Или нәм болып кеткен сияқты да. Жалпы үлкендеу болып кеткен сияқты, тағы да бір блокқа кішірейтсем, вообще қандай болып кетті да. Қазір қарап жіберейік. Жарайтын шығар. Енді білмеймін достар, мына тек жай ғана әдемілікші, бірақ мына айтарлықтай не емес, маңызды емес бізге. Қазір енді неққа мен нені қойын деп тұрмын ғой. Мына бәрі қойып кетті, кешірім өтінем. Мына стекломызды аламыз, мына ақтан серген, обычный емес, кішкене өзгешелеу. Сосын бүйтіп жандарынан қойып шығамыз достар. Енді мынаны да атын білетін боларсыздар. Өз басым атын білмеймін, бірдеңе деп аталады ғой. Мына полблок жоғары өкінішке. Айтпақшы, менде полблок бар ма? Полблоктар жоқ еді. Онда полблок сеністер жалпы ана жоғар жабылмай тұрса, ана полблокпен қайтаны жауып тұғымызға болады. Ема полблок деп нешет қақылдадым. Ема кешім өтінем. Жоғарын бейтіп, досын бейтіп жоптаймыз, типі. Нормально сайдет достар, айтыр сайдет. Сосын яққа су қиыла ма екен неге? Болды мачо дейді. Мен жазып жіберем достар, қазір күтті тұрыңыздар. Мен жаздым, күтті тұрды, достар, күтті тұрыңыздар. Яғни мен өзім айналысып жатқан ісімді бітіртсейін. Яғни неққа бізге бірақ типа достар, мен анеққа кнопка қойсам, достар, вообще үйлеспейтін болып кетеді. Сонда жақсы достар, енді мынау Майнкрафтты қайтарлықтай не емес, важный емес, налдайды. Менің жасын, жарым. Достар, енді мен қалай кестірім? Кеспей алды мұны. Егер достар, мына кнопка рычагтың ішіне тұрса, ол су жібере ма? Достар, көретін боламыз. Өз басым достар, мен бұл Майнкрафттан механизм дегендіктарды вообще шарет етпеймін. Жақсы алып кеттік. Мына кнопканы аламыз, мына жақта ведро воды да аламыз, сосын мына жақта кнопка қоямыз. Сосын бұның типа мына сыдың үстіне қиямыз да. Бірақ достар, мына кнопка ұстақ қалады екен, өкінішке орай. Достар, жалпы мен ойлағандай болмай қалды, өкінішке орай. Жақсы, достар, мене бір ой болып тұр, сол ойды қазір істейік. Жоқ, мынау істеп тұр ғой, наурыт, полблокқа істеп тұр ғой. Онда достар, күте тұрыңыздар. Егер мен нені алатын болсам, мына люкті алатын болсам, және де мына люкті алып, мына үстіне қоятын болсам. Қадетті қотты анау. Достар, мен қайсына сындырып атын? Аямнан сындыр. Су жоқ болып кетті, мен өп кетті. Достар, су жоқ болып кеткен сияқты. Жақсы достар, онда өкінішке орай істеймел. Достар, жақсы, онда маңыз емес. Достар, онда қайтадан істей қоярымыз. Достар, онда қазір құтты паузалары қарастеміз. Достар, енді мына ведроны аламызда, достар. Мына ведро не десеңіздер, кешімедем, яғни мынау типа қалай айтады, умывальник деймі, қалай сол достар, общем, нені айламыз, не мынау, білмейді, ловушка істейтін бір зат, мынау типа не, общем, суағатын бірдеңесі. Сосын, начинай достар, кішкен суды толтырып соғымыз керек, достар, жүгіріп бар су толтырып соғып керек, достар, қарамаңыздар, өтінем. Достар, артқа рет перемалт күсепті егер қызық болса қарамай қойыңыз, достар, өтінем. Біраз кішкене қызықтау болсын деймін, достар, FPS 30-ға ден түскеді, кешірім, өтінем. Міне, достар, мынаны толтырамыз ішін және, мынау типа умывальник, типа туалет, мынау туалет, мынау қол жуатын бірдеңе, умывальник сияқты білемін, мынау типа ванный сияқты, сосын мынау типа достар, мына атын ұмытып қалыптырмын, достар, шынында атын ұмытып қалыптырмын, мынау бірдеңе деп аталады, сол себептен достар, обязательно жазып кетің. Мача дейді, қақыта күтеді, достар, жазып деп. Айттай берін. Деп жаздым, достар, енді, достар, енді болған секілді болды тез дейді. Болды тез.
иә достар, мен де жазып тастайын. Міне достар, мен де жаздым, яғни болдым темі, мен де болдым деп. Достар, енді көрсететін боламын Жүсіптің несі деп. Яғни Жүсіптің не істегенін қарайтын боламыз. Достар, Жүсіп не істегенін дан опа, ема достар, достар, мынау достар, мына Жако дейтін чисто қалай дейді, сен қалай сұрыптысың, қалай дейді, сен точно видео қарасың, қалай сұрыптысың, басың ауырама, мынау мощь, достар, мына типа холодильник, мына типа кнопканы басқанда, мынаның ішінен тоже бір тамақтар салып қоямыз. Мысалы, достар, мына ішіне бүйтіп тамақ салып қоямыз, мына кнопканы бүйтіп басып қойғанда тамақ қосылып шығады. Достар, мына сол секілді. Достар, өте керемет, қалай? Достар, жазыпты. Мен достар жазыптың, қалай айтсаншы деді, өте керемет, Жако, сен мощьсың ғой, достар, мына типа 4 адам, білмеймін, 4 адам өкінішке орай жоқ. Мына типа жалпы достар, егер 4 адам болса, типа мына жерге тамақ ішіп, мыняқта достар, өте керемет болады, достар. Достар, бұл Жүсіппен жоғар, достар, мынаңыз зато оформление дейтін мощь, мына типа ана просто не тұрып болып қалмашын, типа андай люкпен жауып қойын, кішкене әдемік болсын. Мына типа тартпалар секілді, жоғарда шкафтың тартпалар. Және де мынау достар, мынау не ғой, типа андай білетін болса, типа газ істегенде түтін шыққанда, мына түтін типа түтін трубасы, бірақ ол жоғары қарай істелді ме екен. Жүсіп соған мән берді ме екен. Өкінішке орай оны шығару керек болады. Енді қазір алға қарай шығаратын боламыз. Оны егер істеп үлгеріп жатсақ, достар. Достар, енді өте керемет істелген. Жако мощь. Сен бұл видеоны қарап отырсаң, мына комнатқа сөз жоқ, сөзім жоқ, достар. Ойшым білетін боларсыздар, Жаконы өте керемет деп жазып кетіңіздер, достар. Жако молодец, или Жако хорош, или тағы да сала бер деген сөз сияқты, достар. Достар, егер біз алғары бір идеямыз бар, достар, біз андай не салатын боламыз. Постройкадан бар емес па, достар, білетін боларсыздар, постройкадан битва строительство салатын болатын. Қалай деп жазды, жаздың ғой Жүсіп, сен не болып кетті, достар, жазып тастайын. Мен достар жестко деп жаздым, достар, енді керемет етін мағына, достар. Енді достар, айтайын сөзімді жалғастырайын, достар, біз алғары битва строительство дейтін не ойлап тұрық, яғни андай біріне деп айтады. Ойшым сондай не видеолар түсіре беретін боламыз, яғни идея, алғар сондай идея ойлап тұрық, яғни битва строительств дейтін, яғни достар, оның ішіне Жако, енді достар, оның өкінішке орай ішіне мен болмайым. Ой, рахмет, істеген үшін деп тамақ шығады, достар, деп столовый деп асханада отырып тамақ ішіп отыр дегенде, достар, сол секілді. Достар, енді сол идеяны өтем қолдап кетіңіздер. Алғары біз соны бұйырса істейтін боламыз, яғни битва строительств, яғни ішіне Жако, мен боламын, мысалы, мен соның ішіне мен не болатын боламын, андай судья дейді ғой, жюри адам болатын боламын. Сол секілді, достар, жюри адам боламын. Ал мына Жако тағы достар, біз балдарымызды білетін боларса, бірге ойнайтын сол Майнкрафттан біз өзіміздің арамызда тепіп сөйтіп жарысатын боламыз, достар. Осы идеяны несек кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Және достар, мынау типа қол жуатын білетін боларса, любой ванныйды любой асханаларда бар ғой, бұның орнына рычагымыз типа әдемі үшін нені қойып қойық, типа умывальник сияқты. Біз неміз істегіде басы жақып тұр, өте керемет, достар. Енді Жүсіп, енді мен артынан жүре аласың ба? Мындагел, енді мынаққа қарай, міне. Мынау енді вообще оформление де жоқ, Жүсіп. Сен өзің көріп тұрғанда. Блин. Кешім өтеміздер, жосқысыңнен кіші шақырдым ғой. Ой, достар, кешім өтем. Қазір мен мынаяқтан өзімізге керекті рычагымызды аламыз. Менде рычаг болды екен ғой. Рычагты бүйтіп қоямыз, мынау типа ашамыз, мынау типа былай, мынау типа туалет. Мынау Жүсіп біліп тұрамын, вообще ұқсамайды, білем. Мынау типа джакузи. Не болып бітті. Ой, ванной, мынау умывальник, мынау тағы біріңе. Ойшам сол секілді, достар. Онда жақсы, достар, онда біз бүгінгі видеомыз аяқтаймыз, достар. Жакам не қарай келші. Істемей қалды, ол істемей қалды. Жо, достар, ана ішіне су бар ма де? Достар, ана ішіне су жоқ секілді ғой. Достар, что дейді өкім? Не мынау? Жақсы, достар, өте керемет істелген. Типа, достар, қараңыз, су жоқ секілді дейді. Бірақ ана сындырсаңыздар, андай не шығып тұр?
типа су шығып тұр. Что достар, өте андай қызық не екен, баг екен десе деп отыр. Одан жақсы достар, онда Жаконы бері қарай шақырып жіберейін. Бері қарай жүрші. Мен айтпақшы достар, ұмытып кеттім ғой достар. Яғни топ комментарий шығару достар, кешім өтеміз достар, ұмытып кеткеніме достар, енді және де дәл уақытында есіме түсті. Яғни видео аяқталайын деп жатқан достар, енді топ комментарий бар екен достар. Енді топ бірінші комментарий достар, мына топ бірінші комментарий көріп тұрғандарыңызға Жакон ойлалды рахат дейді достар. Саған рахмет, Жако секілді атың. Жако рахмет, яғни осындай комментарий қалдырып жатқан. Және достар, сенің сөзің неге андай неде қала, неге типа табличкада жоқ десең достар, сенің нең типа просто андай в общем сөзің ана көптеу болып қалды да достар, кешірім өтінеміз, кешіреді деген ойдамын. Яғни сөзің неге сыймады. Және топ екінші комментарий Макс Отигенов, саған да рахмет осыны топ комментарий қалдырып жатқанына. Және сен де не осы нең, яғни кешірім өтінеміз сізден, яғни жазған сөзің неде сыймай қалды табличка. Және топ үшінші комментарий достар, мына жаққа 3 деп жазуға ұмытып кеттім достар, ештеңе етпейтін болар, кешіресің деген ойдамын сен мені. Және оның аты Гедок секілді, Гедок KZ. Кешірім өтінемін егер мен атын қате оқысам достар, кешірім өтінемін, мен просто ағылшынша оқып білмеймін. Гедок сияқты Геткод секілді, кешірім өтінемін егер атын қате оқып тұрсам. Геткод KZ күшті контент деп жатып, саған да рахмет осыны комментарий қалдырып жатқан достар. Достар, егер сіздер топ комментарий түскілеріңіз достар, обязательно комментарий жазыңыздар, мүмкін сізде түсіп қалатын боларсыздар, қайда емес. Және достар, мен бұл топ комментарийні ешқашан сындырмаймын. Бұл топ комментарий осы сезон біткенге дейін навсегда қалып қояды. Осы сезон біткенге дейін бұның бәрін сақтайтын боламын достар. Мынау алдыңғы серияларында топ комментариялар, және де мынауда топ комментарий сіздерді үйсіп қалуыңыз мүмкін. Сол себепті обязательно комментарий жазып қойыңыз, мүмкін сізде түсіп қалатын боларсыздар деген секілді достар. Онда біз бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болған әрқашан Мачо және де Жако. Достар, енді Жако өкінішке орай сөйлей алмайды, сол себептен кешірім достар. Онда бәріңізді қош сау болыңыздар. Адиос.